Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын пицца дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Ең әуелі таза ыдысымызға жылы су құйып, үстінен қант, тұзды салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Сонан соң ашытқымызды салып, араластырып, алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды бірте-бірте қоса отырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Шамамен 2 ас қасықтай сұйық май қосып, қалған ұнымызды қоса отырып, қамырымызды илеп дайындаймыз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайтындай болып шығады. Қатты етіп үйлеп қоймаңыздар. Қамырымыз дайын болайын деп қалғанда 1 ас қасықтай сұйық май құйып, жақсылап июі қанғанша қамырымызды илейміз. Сонан соң бетін жауып, жылы жерге көтерілуге қойып қоямыз. Осы арада салмасын турап, дайындап қоямыз. Міне біздің қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді оны теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Менің табамның диаметрі 36 см, ал егер сіздердікі кіші болса, 3 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Қамырымызды дөңгелек етіп жайып, шанышқымен осылай тура видеодағыдай тесіп аламыз. Сонан соң үстінен кетчуп, майонезімізді бір тегістетіп, барлық жеріне жағып шығамыз. Толық құрамда описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Енді үстіне шұжықтарымызды жайғастырып, қызып тұрған пешке 5 минутқа салып аламыз. Сонан соң қайта шығарып, үстінен үккіштен өткізілген сырымызды салып, қайта пешке 2 минутқа салып аламыз. Осымен біздің пиццамыз дайын болды. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі пайдалы, дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Ал енді қазір біз екінші түрін жасайтын боламыз. Қамырымызды жайып, айтқанымдай табамның диаметрі 36 см. Екінші пиццаның салмасын алдын ала майға қуырып дайындап алдым. Ол үшін майға фарш, күштен өткізілген картоп және пиязды қосып, дәмдеуіштер қосып, алдын ала қуырып дайындап алдым. Сонан соң пиццамыздың үстіне барлық жеріне бірдей етіп, тегістеп жағып аламыз. Алдын ала қызып тұрған пешке 5 минутқа саламыз. 5 минуттан соң пештен шығарып, үстіне үккіштен өткізілген сырымызды салып, қайта пешке 2 минутқа салып аламыз. Осымен біздің пиццамыз дайын болды. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Қолжетімді, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Ас болсын!